Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun fi talaqil maridil farri. Қашқын науқастың талағы. Мұның басқа бір атауы талақul фар деп келеді, яғни қашқынның талағы, немесе талақul мариди, науқастың талағы деген тақырыптарда Ханафи фиқх кітаптарында талқыланады. Талақul марид деген кезде осы талақul фар ойға келеді. Талақul фар, яғни қашқынның талағы деген мағынасы сырқаттанып өлейін деп жатқан адамның өзінің дүниесіне әйелін мұрагер етпеу мақсатында оны талақ етіп некесін бұзуды білдіреді. Осылайша әйеліне мұра қалдырудан қашуға тырысқандықтан қашқынның талағы деп атап қойған. Тіпті мұрагерліктен махрум ету ниеті болмаса да, өлім төсегінде жатқан адамның талақ етуі осы үкімге кіреді екен. Негізінде өлім төсегінде жатқан науқас өз әйелін талақ етуі дұрыс емес. Өлмей тұрып талағын берсе, мұрасынан махрум етеді деген сөз. Мұндағы талақтан мақсат байын талақ. Кіші байын талақ немесе үлкен байын талақ. Ал енді риджиғи талақ бұған қатысы жоқ. Байын талақ беріп, мысалы 3 талақ беріп, өзінің әйелін некесін бұзу арқылы оны мұрагерліктен махрум етуді осы талақул марид дейді екенбіз. Енді кітапта осыған қатысты үкімдерді қысқаша баян етіп өткен. Оқиялық. Мән ғалибу халихил халаку, халіне қарап өлетіндігі, өлуі ықтимал екендігі басым болған әлдекім, халінің мүшкілдігінен өлу ықтималдығы басым болған әлдекім, мәселен, камарилдин ажаза ан иқамати масалихихи харижал бейт, сыртқа шығып өзінің қажеттілігін қамтамасыз ете алмайтындай науқас сияқты. Уәмән бәраза, немесе соғыс майданда жекпе-жекке шыққан жауынгер іспетті. Ау құддима ли юқтала ли қисасин ау рожмин, яки қысас жазасы үшін, немесе зина жазасы үшін өлтірілуге құддима апарылған, немесе алып келінген адам, тағы да басқа осы сияқтылар, не екен? Маридун марадал маути. Талақ мәселесінде бұлар өлім халдегі науқас үкімінде саналады екен. Марид бұл жерде хабар, мүбтадасы мән ғалибу халихидағы мән. Демек жағдайына қарай өлетіндігі нақтыланған адам шариғи тұрғыда өлім төсегіндегі науқас үкімінде екен. Марадал маут бұл жерде араб грамматикасында мафул мутлақ. Сол себептен мансуб болып тұр. Енді осы үкімдегі адам фәлу әбәна зәужатаху, егер әйелін байын талақпен талақ етсе, кіші байын талақпен немесе үлкен байын талақпен талақ етіп некесін бұзса, биғойри ридоха, әйелінің ризалығынсыз. Ал енді әйелі өзі талағын сұраса, немесе әйелі ризалық танылса, ол басқа. Уәмәта, және одан кейін өлсе, талақ еткеннен кейін өлсе, өлеу биғойри зәлика сәбәп, мейлі дәл сол себептен өлмесе де, өлім жағдайындағы себеппен емес, өзге себеппен өлсе де, уахия фил идда, әйелінің иддет мезгілін күту кезінде мәті өлсе, тарису, мұндай жағдайда әйелі мұрагер болады. Яғни мұндай жағдайда талақ етілсе де, күйеуінен қалған дүниесінен әйелі өзіне тиесілі пайын алады. Ханафилар бұл мәселеде истихсан дәлеліне сүйенген. Абдуллах ибн Мас'уд сынды сахабалардан қашқынның әйелі иддет мезгіл ішінде мұрагер болады деген пәтуа жеткен. Уәмән хуа фи соффил қитали, ал алдыңғы қатарда тұрған жауынгер, жекпе-жекке шыққан емес, алдыңғы қатарда тұрған жауынгер талақ етсе, ау хумма, немесе қатты ыстығы көтерілген науқас, бірақ өзінің қажеттілігін қамтамасыз ете алатындай науқас, бұл талақ етсе, ау хубиса ли котлин, немесе өлім жазасы үшін қамауға алынған әлдекім. Жоғарыдағы мысалда өлім жазасын жүзеге асыру үшін алып келінген деді, мына жерде қамауға алынған. Бұлар сахихун, талақ мәселесінде сау адам үкімінде саналады екен.
Егер осы халдегілердің бірі әйеліне талақ айтып, 3 хайыз иддет ішінде өліп кетсе де, әйелі мұрагер бола алмайды. Келесі мәселе. Уәләу тасадақа фи маралдихи. Ерлі зайыпты екеуі фи маралдихи, ерінің өлім халіндегі науқас кезінде екеуі растаса. Нені растаса? Аля талақиха ва мудийи иддатиха. Күйеуінің сау кезінде әйелін талақ еткендігін және әйелінің иддет мезгілінің өтіп кеткендігін растаса. Екеуі де. Мысалы, күйеуі мен сені сау кезімде 3 талақпен талақ еткенмін және одан кейін 3 хайыз уақыт өтіп кеткен етін деп айтса, әйел де оның бұл сөзін растаса. Ау абанаха би амриха. Немесе әйелінің талап етуімен күйеуі оны байын талақпен талақ етсе. Сумма ақарра лаха бидайнин. Одан соң ері әйеліне қарызы барын мойындаса. Ау ауса, не әйеліне бір дүниені, әлде бір дүниені өсиет етіп қалдырса, пәленше пайыз сол әйелімде қалсын деген сияқты. Мұндай жағдайда науқас өлгеннен кейін фәләхәл ақоллу минху ва минәл ирси. Әйеліне мирасы мен ол екеуінен, ол екі нәрседен, яғни қарызы және өсиет еткен дүниесінің азы қайсысы болса, сол беріледі. Егер мұрасы аз болса, мұра беріледі, қарызы аз болса, мұра алмайды, бірақ марқұм дүниесінен сол қарызы алынып беріледі. Бұл қашан екен? Бұл әйелін талап етуімен талақ еткен жағдайда, немесе күйеуінің сау кезінде оны талақ еткендігін растаған және иддетінде өтіп кеткендігін растаған әйелге қатысты екен. Яғни әйелі мирас алмайды деген сөз, мұра алмайды деген сөз. Бірақ егерде қарызы болса немесе өсиеті болса, мұрасының пайынмен салыстырылады. Қайсысы аз, соны береді екен. Келесі мәселе. وَإِنْ عَلَّقَ بَيْنُونَتَهَا بِشَرْطٍ. Егер күйеуі әйелінің байын талағын бишартин әлде бір шартқа байласа, мысалы, былай істесең 3 талақпен талақ бол десе, мысалы. Ва уджида фи маралдихи. Және сол шарт қосқаны ерінің өлім халіндегі сырқаттығында туындаса. Тарису. Әйелі мұрагер болады екен. Яғни, ин аллақа би фи'лихи, егер ері ол талақты өзінен туындайтын әлде бір іске байлаған жағдайда, мысалы, мынаны жесем, сен 3 талақпен талақ бол деген сияқты. Кейін ол шарты сол өлім халінде туындаса, бұл жерде кейін өлгеннен кейін әйелі мұрагер болады екен, талақ алса да. Ау би фи'лиха ва ла будда лаха минху. Немесе Оля буддаляха минху, әйелінің істемеуі мүмкін емес, істердің біріне байласа. Мысалы, сусын ішсең 3 талақпен талақ бол деген сияқты. Немесе ата-анаңмен сөйлессең 3 талақпен талақ бол деген сияқты. Мұндай шарт қосқан жағдайда әйелі мұрасынан алады екен. 3 талақ туындаса да. Яғни ата-анасымен сөйлессе де, немесе ішпе деген нәрсесін ішсе де 3 талақ туындайды. Өйткені шарт туындап отыр, бірақ ол науқас қайтыс болып кеткеннен кейін өзіне тиесілі пайын алады. Ау би ғойрихима, яки екеуінен өзге нәрсеге байласа, ерінің де әйелінің де ісіне қатысы жоқ, басқа нәрсеге байласа талақты. Мысалы, пәленше келгенде 3 талақпен талақ бол деген сияқты. Вақад аллақа фил марад. Және онысын өлім халдегі сырқат кезінде ғана шарт қосса, мысалы, пәленше келсе сен 3 талақпен талақ бол деп сырқат кезінде айтып, ол пәленше дегені сол сырқат халінде өлмей тұрып келсе, мұндай таалиқте де әйелі мұрагер болады екен. Осы мысалда оқад аллақа фил марад деді, сырқат кезінде шарт қосса деді. Ал енді өзге нәрсеге байлау мәселесі талақты сау кезінде шарт қосылған болса, әйелі мұрагер бола алмайды. Мысалы, пәленше келгенде сен 3 талақпен талақ бол деп сау кезінде айтты дейілік,
кейін қатты ауырып өлім төсегінде жатқанда сол айтқан пәленшесі келсе, әйелі 3 талақпен талақ болады, бірақ мұрасынан да ала алмайды. Бұл Ханафи мазхабы бойынша. Уәссәурию, ал хадисші ғалым Сәури, имам Зуфар, имам Ахмад, имам Әл-Аузаи сынды ғалымдар бұл жағдайда да мұрасынан алады деген. Фаслун фир роджаати, рыжғи талақ тақырыбы. Иншалла оны келесі дәрісімізде оқимыз. Вальхамдулиллахи роббил аламин.